Физика қорытынды аттестаттау емтихан материалдары. 6 сұрақ. Идеалы жылу машинасының қыздырғышының температурасы 327 Цельсий градус. Салқындатқышының температурасы 77 Цельсий градус болса, жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентін табу керек. Ол үшін біз алдымен берілісін жазып алайық. Тобыр 327 Цельсий градус деп берілген. Пайдалы әсер коэффициентін тапқан кезде жылу машинасының міндетті түрде Цельсий шкаланы Кельвин шкаласына айналдырып аламыз. Ол үшін 327 қосамыз 273-ті. Сонда бізде бұл 600 Кельвинге тең болады екен. Әрі қарай Т2 бізде 77 Цельсий градус. Оны Кельвин шкаласына айналдырған кезде 327, кешіріңіздер, 273-ке қосамыз 77-ні. Сонда бізде тең 350 Кельвин болады. Енді жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентін табу формуласын Карнот циклының формуласын жазайық. Т1 алынған Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100% тең орнына қоямыз 600 азайтылған 350 бөлінген 600. 250-ді бөлеміз 600-ге, көбейту 100. Тең 42%. Жауап дұрыс бізде.